несиені қай кезде алады? Қажеттілік болғанда алады, дұрыс па? Демек, той жасауға қажеттілік болып тұр. Оны дарақылық деңіз, оны даңғойлық деңіз, басқа деп сөйлейік мейлі. Бірақ халыққа қуанышыңды тойлама дей алмаймыз. Бұл жерде бұндай бір мәселе бар. Бұл жерде жалпы біз тойды жоққа шығарып тұрған жоқпыз. Той Тәңірдің қазынасы дейді. Қазақ айтады, байдың асын байғұс қызғанады дейді. Ол бай адам не істесе де өзі еркенді. Ол соған жетті, ол өзі сол еңбегімен жетті соған. Таза еңбегімен жетсе әрине. Енді мына жерде мәселе мында ғой. Мәселе қазақ би деп айтады. Той тондыныкі дейді, ас аттыныкі дейді. Мәселе бұл жердегі егер сенің жағдайың болмаса, кредитке кіріп, кредит деген ол құлдық қой. Ол құлдық, одан кейін жаңағы өмір бойы сол құлдық қамытын мойнына іліп алып, өзі қазір қазақтың 99%-інде кредит бар. Соға кредиті бар адам деген кім? Кредиті бар адам деген кім? Ол пікірін айта алмайтын, азаматтық істерге араласа алмайтын, жалтақ, үнемі депрессияда жүретін адам. Сонда біз қоғамды қайда итеріп отырмыз? Сондықтан ол жаңағы егер адамдар осындай қоғамдық пікір адамға әсер етпей қоймайды, егер жұрттың бәрі той жасап отқан кезде еріксіз қоғамдық пікір жаңағы адамға кредит алғызады. Сондықтан қазіргі кезде мен ойлаймын, Жүсіп дұрыс айтады, тойды дейді шектеу керек. Яғни қандай тойлар жасау керек дейді. Ол үйлену тойы, қыз ұзату тойы болды. Болды. Қалған мақтан үшін жасалатын 30 жас, 40 жас, 50 жас, 60 жас, 70 жас, алтын той, бриллиант той, орыстан келген жаңағыдай теріс нәрселерден біз бас тартуымыз керек. Неге? Онша неге қазақ той жасай береді? Неге қазақ той жасай береді дегенде, өйткені қазақтың кәдімгідей мынау бел шешіп кірісіп жасайтын бизнесі жоқ, түсінесіз бе? Қазақ бизнес жасамағаннан кейін той жасайды. Яғни ол өз-өзін алдандыру, ол өз-өзін алдау. Шын мәнінде нағыз салауатты ұлттар уақытын үнемдейді. Тойға кеткен әрбір секундын, әрбір минутын санап отырады. Біз таңертеңнен кешке дейін тойда жүреміз. Содан қазақтың тұрмысы қалай көтеріледі?